Сәлем достар, бүгін сіздермен моделирование сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта юбка, брюки, клеш. Біз алдыңғы сабақта юбка, брюки, кюлот өткен болатынбыз. Енді бүгін клеш. Енді қараңыздар. Мынау біздің өзіміздің шаблонымызды аламыз. Соның вытечкасынан төмен қарай сызықшасын жүргіземіз. Осылай сызып аласыздар. Және алдыңғы артқы детальді ортасынан бөліп аламыз. Қазір біз бір детальмен жұмыс істейміз. Яғни алдымен. Артын қоя тұрамыз, алдымен жұмыс жасаймыз. Енді жаңағы сызып алған өзіміздің сызықты ортасынан қиямыз. Осылай. Кюлотты пішкен кезде әрдайым сіздер подолевой осылай пішесіздер. Осылай подолевой болу керек міндетті түрде. Матаның бүктелген жері болсын. Әрдайым осылай түзу жерге, түзу сызыққа пішесіздер. Енді пілеміз жағып алайық. Бұл жерде тура түзу сызыққа қоясыздар. Осылайынан. Енді вытечканы осылай жабасыздар. Сіздерге енді қаншалықты арасын ашу керек, енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Бұдан үлкен қылып та ашсаңыздар болады, кішіректеу қылып ашсаңыздар болады. Енді сіздерге қаншалықты кеңдік керек, сол бойынша ашасыздар. Мына жерде арасында вытечканы осылай мына жерде жаптық, көрдіңіздер ме? Мына вытечкамыз біздің ашық болған. Енді өлшеңіздер. Ара қашықтығы қанша екен? Міне. 14. 14. Міне, 14 жазып аламыз. Енді осы 14-тің сол жаққа жартысын беру керек біз. Яғни 7. 7. Бұл сызықты біз бөксе сызығына қосамыз. Міндетті түрде осылай бересіздер. Мына ортасындағы мысалы 14 болса, соның жартысын бересіздер. Расклешение бізде қанша болды, қаншалықты аштыңыздар вытечканы, сол ашқан жерімізден жартысын мына сол жаққа бересіздер міндетті түрде. Мына жерде бізде 7. Міне. Бұл мына жер бізде мата. Мұның барлығы мата. Көрдіңіздер ме? Мынау да мата. Мұның барлығы мата. Мына жерін сызып алайық. Енді ауымызды шығарамыз. Мынау бізде бөксенің сызығы. Бізде алдыңғы сабақта өткендей высота сидения біз сол кезде өлшегенбіз. Менде высота сидения 24 болған. Тура алдыңғы сабақтағы юбка брюкидің өлшемі бойынша жасаймыз. Обы, менде обы 98. 98-дің 10-нан 1 бөлігін аламыз, яғни 9,8. Сіз өздеріңіздің меркаларыңызбен жасайсыздар бұны. Енді мына жерге высота сиденияны өлшеп жазып аламыз. Белгілеп аламыз, яғни. Менде 9,8. Высота сидения менде 24. 24. Біздің тура бөксеміз тұрған жерге келіп тұр екен, мөлшермен. Осы жерде. Мынау высота сидения бізде 24. Енді оң жаққа қарай жаңағы біздің өлшеп алған
обыдан шыққан 1/10 бөлігін аласыздар, яғни 9,8. Міне осы жерден өлшеп аласыздар. Осы оңға қарай 9,8. Мына жер. Көрдіңіздер ме? Мына жер. Енді осы жерден, мына жаңағы біздің өлшенген нүктеміз тұрған жерден бисектриса аласыздар 3-4 сантиметр. Осылайынан. Тура осы жерден жоғары қарай 3-4 сантиметр аласыздар да, осы аралықты ақырындап қосамыз. Осылай. Осылайынан әдемілеп арнайы лекалалар болады, сызатын арнайы сызғыштар. Сондаймен сызсаңыздар болады. Осылайынан сызып аласыздар әдемілеп. Арнайы лекалармен сызған әдемі болады осылайынан. Одан кейін төмен қарай сызығымызды түсіреміз. Төмен қарай сызығымызды түсіреміз де, астыңғы бөлігін қосамыз, яғни мына жерде. Бұл бізде қосылады. Бұл жер бізде, өздеріңіз алдыңғы сабақта көрген болсаңыздар түсініп отырған шығарсыздар. Бұл жер бізде мата. Пішкен кезде көрдіңіздер, подолевой түзу сызыққа қоясыздар осылай. Одан кейін матаны, мына бірінші тұрған деталь, ол міндетті түрде осылай түзу болады. Қалғандарын бұлай сол жаққа қарай аша бересіздер. Бұлайнан ашылады. Мына жаққа тиіспейсіздер. Бұл жерде бізде осылай ауы ғана болады, осылай. Мына жерде бисектриса бізде, яғни 3-4 сантиметр. Мен мына жерде 3 алдым. Мына жерде 3 алдым мен. 3-4 аласыздар. Міне. Енді тігіске қанша бересіздер? Әдеттегідей 1 сантиметр, жанына 1,5, астына 1,5. Мына жерде тігіске 1 сантиметр беруге болады. Міне, қараңыздар. Мына жердің барлығы бізде тура юбка брюки сияқты жасайсыздар. Тек қана бізде ортасын мына жерде ашу ғана болады. Мына жерде бізде айырмашылық. Осы вытечканы жабу арқылы сіздер мына жерден кеңдетесіздер. Қаншалықты өздеріңізге кең керек, соншалықты ашасыздар. Осылайынан. Және осы ашқан аралықтың тең жартысын мына сол жаққа бересіздер. Бөксенің жанынан төмен қарай. Мына жер бізде высота сиденья. Оңға қарай ол бізде жаңағы бөксеміздің 1/10 бөлігі. Мына бұлай қарай. Түсінікті ғой сіздерге? Ешқандай қиындығы жоқ. Мынау алдыңғы деталь болса, артқы деталін тура солай жасайсыздар. Мен мына жерге жай ғана осылай қойып қояйын. Сіздер тура сол осы тәсілмен жасайсыздар. Яғни бұл сіздер двойной, осылай 2 қатар матаға пішесіздер. Бір қатарға, осыны екінші қатарға, екінші матаға. Артқы деталін тура солай жасайсыздар. Мына бүгін біздің юбка брюки күлеш сабағы. Сіздерге ұнап жатса лайк қойыңыздар. Каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алдағы жаңа тегін сабақтарды жіберіп алмау үшін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.